Бүгінгі видеоны бауырдан жасалған шұжыққа арнаймыз. Бауырды жақсы етіп, ағынды судың астына жуып алайық бірінші. Сосын оның сыртындағы мына үлбірі бар ғой, соны аламыз. Пленка дейміз, үлбір дейміз. Оны пышақпен алуға болады, немесе осылай өзіңіздің қолыңызбен деп сыпырып алуға болады. Әбден жақсылап тазалап аламыз сөйтіп бауырды. Жан-жағының барлығы 1-1 сантиметрден болатындай етіп, ұзын-ұзын тілімдерге тіліп қоямыз. Сосын осы тілімдердің барлығын сүтке батырып қоямыз. Bir жарты сағаттай уақытқа. Жарты сағат өткен соң жаңағы сүттен алып аламыз бауырдың барлығын. Аздап құрғатамыз, жаңағыдай дұршылыққа салып, сүтінің барлығын алып аламыз да. Сосын енді осы қолымыздағы жаңағы ұзын-ұзын брусоктардың барлығын жіңішке қылып, өте жіңішке қылып тілімдеп кесеміз. 1-1,5 миллиметрдей болса жарайды. Негізі сол жұқалап тілінген жақсы. Уақтап турап жатқан кезде бауырдың ішінде болатын қалың тамырларын, солардың барлығын алып тастау керек. Енді бізге жаңағы шұжығымызға қажетті ол құйрық. Қойдың құйрығы болса, менде ол міндетті түрде маринадталған түрі сақталып тұрады. Сол маринадталған құйрықты қажетті мөлшерде аласыз. Мысалға, егерде сіздің бауырыңыз 800 грамм бауыр болса, онда 400 граммдай сізге құйрық қажет болады. Ол 400 граммның жартысын үккіштен өткізесіз, ал жартысын қолмен турайсыз. Мұздатқышта сақталған құйрықты үккіштің ең кішкентай тесіктерінен өткізіп аласыз. Ермей тұрғанда өте қолайлы болады. Бірден алып өткізе қойсаңыз. Қажетті мөлшердегі құйрықты күштен өткіздік. Енді оны жаңағы туралған бауырға қосамыз. Ал қалған құйрықты қолмен тураймыз. Қолмен туралған құйрықтың өте ірі болмағаны жақсы. Жан-жағы 5 миллиметрдей болса, сол жеткілікті болады. Ендігі бізге керегі сарымсақ, 5-6 бөлік сарымсақ, сосын бұрыштардың түрі бар енді қазір. Сол әртүрлі бұрыштардың қоспаларын салсаңыз, әртүрлі дәмдеуіштермен жаңағы жасайтын шұжығыңыз өте дәмді болып шығады. Және кесуге ыңғайлы болу үшін желатин қостым. Говяжий желатин деп тұр. Енді бұл табиғи өнім. Тураған кезде жаңағы мықты, жақсы болып пішін ұстап сақтап тұру үшін бұл қажет деп ойлаймын. Бұрын сонда қоспаушы еді, мен осы жолы ғана қостым. Енді шұжық болғаннан кейін оның кішкене ашылау, өткірлеу дәмі болу керек. Сондықтан дәмдеуіштердің түр-түрін қосам. Мысалы, қара бұрыш, тек қана қара бұрыш емес, ақ бұрыш деген бар. Соның араласқан түрі, ол өзінше ерекше дәм береді. Ақ бұрыш бір қызық, восточный дейміз ба, сондай бір дәм береді. Сосын смесь болгарских перцев деген бар. Енді болгар бұрышы, оның кішкене бір хош иісі болады. Оның бір өзінше ерекшелігі болады. Соны қосам. Сосын смесь перцев деген бар. Оның 2 түрі бар, смесь перцев дегеннің. Оның біреуінде ішінде душистый перец бар. Душистый перец, хош иісті перец деп бұрыш қой енді. Оның дәмі бір түрлі мушкат, қалампыр, қара бұрыш, солардың бір қосындысы сияқты болып келеді. Сосын қызыл бұрыш қосам міндетті түрде. Қызыл бұрыштың өзі енді дәмі ерекше өткір. Оны көпшілігі білу керек. Екінші смесь перцевтің дәмі ол
басқаша өзгеше болып кетті. Индиана дегеннің спейс пяти перцев деп аталады. Осы дәм өте жақсы, хош иіс береді. Сосын ол қатты өткір емес. Сондай бір ароматный болып кетті тамағыңыз қосқанда. Мысалы, мына қара бұрыш, ол басқа қара бұрыштай емес, более резкий иісі. Бұны азғантай ғана салсаңыз да, ол кейіннен андай ашылып, более ароматный, хош иісті, өте сондай ярко выраженный деп айтуға болады, иісі, дәмі. Сондықтан оны көп салуға болмайды. Бірақ иісі деген енді керемет болады. Тұзын саламыз. Сосын міндетті түрде жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа саламыз. Сосын мен осы видеода ұн салғанымды көрсетпеппін. Рецепт бойынша ұн салу керек міндетті түрде, жаңағы бәрін кілегейлеп ұстап тұру үшін. Ұн салған жерімді видеоға түсірмей ұмытып кетіппін. Барлық қоспаларын жақсы етіп әбден араластырып, бір жарты сағаттай уақытқа қойып қою керек. Бір-біріне сіңіп, жаңағы желатины бар, ұны бар, жұмыртқасы бар, барлығы араласып, әбден жаңағы бұрыштары да өзінше бір жақсы несін, хош иістерін бір-біріне сіңдіріп, маринадталуы керек. Желатинді бірінші рет қосып тұрғасын, мен аз боламы деп, тағы да бастапқы кезде бір қосты ғой, енді тағы да сондай мөлшерде бір желатин қосып жатырмын. Кейін әбден дайын болғанда өнім сол кезде байқалады, желатин керек болды ма, жоқ па. Ет тартқышымда шұжық жасайтын арнайы құрылғылар жоқ, сондықтан мен өзіме ыңғайлы көмекші құрал жасап алдым. Мынау бір пищевая пленканың ішкі картоны. Соны целлофанмен қаптадым да, жіппен орап тастадым. Сосын артық жерін, целлофанның артық жерін көріп тұрсыз, байлап қойдым жаңа, тартуға ыңғайлы болады, оны кейін білесіз. Енді бізге керегі жіп, жаңа шеттерін, шұжықтың екі шетін байлайтын жіп, қалыңдатып жіп әзірлеп аламыз, бірнешеу. Менде шамамен қазір 5 шұжық шығады деп отырмын. Мен енді бұлай шамасын білем, 5 шұжық шығады, соған екі шетінен байлайтын 10 осындай қалың жіптер әзірлеп қойдым. Шұжық жасауға арналған қалыпты сыртын сұйық маймен майлап аламыз. Бірінші. Сосын пищевая пленканы осы қалыпқа жәмендеп ораймыз. Пищевая пленканың бір шеті қалыптан артық болып шығып жату керек. Сол шетін кейін жаңа байлап біріп қоясыз. Бірнеше қабат қылып орайсыз. Мен былай есептегенде 7-8 рет айналдырам. 7-8 орам болып шығады. Енді ішіне су кетпеу керек, жаңағы салған бауырларыңыз шығып кетпеу керек деген сияқты. Сол өзіңізге сенімді болу үшін қалыңырақ орап жүргеніңіз жақсы. Мына осы видеоға мұқият қарасаңыз, бәрі анық көрініп тұр. Бір жақ шетімні артық шығып тұр ғой. Сол шетін қазір жіппен жақсы етіп мықтап біріп қоясыз. Сосын сол шетінен тартсаңыз, жаңағы оп-оңай босап шыға келеді. Сізге керекті жаңағы форма. Енді осы формаға воронка тәріздес, мына пластиковый бутылканың кеңдеу түрін, аузы кеңдеу түрін қиып алдым. 0,5 пен салыстырып тұрмын. Мысалы 0,5 бутылкадан ол кішкене кеңірек. Енді осы бутылканың аузын жаңағы өзіміз қолдан жасаған, пленкадан жасаған формамызға кигіземіз, мықтап ұстап тұрамыз қолымызбен. Сосын жәмендеп жаңағы өзіміздің бауырдың қоспасын осыған құямыз, жәмендеп. Пленкамыздың ішін әбден толтырып керек емес, менде толып кетті. Кішкене орын қалдырып, жаңа екінші шетін біреуге мүмкіндік болатындай етіп қалдырамыз да. Екінші жағында жіппен жақсы етіп, мықтап бүреміз, ашылып кетпейтіндей етіп. Ішіне мына қоспаларды құйғанда ауа кетіп қалмағаны жөн, соны қадағалап отырасыз.
тығыздап сілкілеп арасында ішін тығыздап салған жөн болады, ауа кетпегені жақсы. Ең бірінші жасалып шыққан шұжықтың салмағын өлшеп қарап жатырмыз. 283 грамм болып шықты. Жаңағыдай әдіспен енді қалған шұжықтарыңызды дайындап шығарасыз. Жаңа айтқандай, пленканың бір шеті, жасап жатқан пленкаңыздың бір шеті кішкене артық шығып тұру керек жаңа қалыптан. Пленканың бос шетін осы қалыптан шығармай тұрып байлап аласыз. Әйтпесе шығарып алғаннан кейін байлау өте ыңғайсыздау болады. Осы бірінші қараған әдіспен барлық шұжықтарыңызды жасап шығарасыз. Ең басында айтып едім мен, қоспалардың салмағына қарап, шамамен 5 шұжық шығады деп, сол міне 5 шұжығымыз дайын болды. Енді бұны қайнатардың алдында бөлек-бөлек мешоктарға салып, аузын буып қойған жақсы, себебі ішіне су кіріп кетпесін деген сияқты әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой, енді ыстық температураның ішінде. Сондықтан андай целлофановый мешоктар бар, соларға салып, 2-ден 3-тен аузын жақсы етіп буып қойсаңыз, пайдаланбаған целлофан болғаны жөн, себебі ешқандай тесік ештеңе болмағаны дұрыс. Полиэтилен пакеттердің міндетті түрде ауасын шығарасыз, ішінен ауасын шығарып, сығып, жақсы етіп ауыздарын бүріп қоясыз. Мұқият мықтап. Сосын бір кеңдеу ыдысқа су құясыз. Суыңызға әбден жақсы батып тұру керек. Әрі 1 сағат жарым, 2 сағат қайнағанда суы тартылып қалмайтындай болу керек. Соны ескересіз. Суыңызға жаңағы 1 уыс тұз, 2-3 лавр жапырақтарын салып жібересіз. Бір қайнағаннан кейін астын жайлатып, сағат жарым, 2 сағатқа жуық уақыт қайнатасыз. Пісіп шыққан дайын өнімді тегіс ыдысқа салып, үстін тап сондай бір тегіс ыдыспен жауып, үстіне жүк қоясыз. Жаңа орыстарда гнет дейді ғой, сол гнеттің астында күн жарым, 2 күн тұру керек. Қолдан жасалған шұжығымыз дайын болды. Дастарханыңызға ерекше сән береді. Хош иісті, өте дәмді. Бауыр да пайдалы. Былай қарағанда бауыр да, құйрық та өте пайдалы ғой адамның ағзасына. Осындай әдіспен табиғи, таза, өзіңізге ұнайтын, ішінде ешқандай артық қоспалары жоқ шұжық дайындап жеңіз. Өте әдемі, пайдалы, әрі дәмді болады. Енді шұжықтың қасында менде тағы да басқа рулеттер бар. Ол рулеттердің дайындалу жолын келесі видеода көрсететін боламын. Дәмді тағамдардан ләззат алайық. Арнаға тіркеліңіздер. Әр видеодан қолжетімді өнімдерден дәмді тамақ пісірудің құпияларын үйренетін боласыздар.